Достар, есте сақтау қабілетін қалай дамытамыз және қандай жаттығулар керек, сол жайында түсіндіріп беретін боламын. Мархабат, соңына дейін көріңіз. Ең бірінші жаттығу бізде визуалды есте сақтау, яғни көзбен көрген нәрсені есімізде сақтаймыз. Мысалы, жан жағымызда 11 предметті аламыз, 10 штугын санап шығамыз, қай жерде тұрғанын көріп аламыз, сосын 5 секундқа көзімізді жұмамыз да, қайтып ашамыз, соның барлығын қайттан санап шығамыз да, көріп шығамыз. Қай жерде тұр, қалай тұр, мінекей бұны күніне 1 рет жасаңыз. Екінші жаттығу дене арқылы есте сақтау. Актерлардың керемет фишкаларының бірі әрекет плюс текст. Мысалы, мен былай жасаймын. Ей тайқарбай, малыңды көк шалғанға жай тайқарбай, майқарбай тайқарбайлар толып жатыр, сенің айтып тұрғаның қай тайқарбай. Міне, жаттап алыңыз. Үшінші жаттығу, менің ең жақсы көретін жаттығуларымның бірі, бұл ассоциация деп аталады. Ассоциация дегеніміз бір затты, немесе бір текстті, бір адамды, бір нәрсемен, немесе бір адаммен ассоциировать ету. Мысалы, менің есімім Талғат, біреумен таныстым. Сіздің есіміңіз Нұржан. Аха, мен Нұржан деген бұл жігітті қалай есімде сақтасам болады? Немен ассоциировать етсем болады? Тоқтай тұр, менің Нұржан деген ағам бар. Давай мен бұл жігітті сол ағаммен ассоциировать етейін. Мінекей, ассоциация деген сол біздің есте сақтау қабілетімізге өте бір пайдалы нәрсе бұл. Жаттап алыңыз. Төртінші жаттығу бізде эмоционалды есте сақтау деп аталады. Бізде әртүрлі эмоция бар. Қуану бар, күлу бар, жылау, ызалану, таңғалу деген сияқты. Осы бір эмоциямызды алайықшы. Мысалы, қуануды алайық. Біз өткен шағымызға ораламыз, көзімізді бір сәтке жұмып, сол бір өткен шағымызға оралып, қуаныш сәтін еске алайық. Ешқандай қайғы жоқ, мұң жоқ, сондай қуаныш сәттерім көп болған. Мінекей осындай. Күніне 1 рет осыны қайталаңыз. Өткен шақтарыңыздағы қуанышты сәттеріңізді есіңізге алыңыз. Бұл сіздің есте сақтау қабілетіңізге өте пайдасын тигізеді. Сол. Бесінші жаттығу, ойнап айтам. Бесінші жаттығу жай ғана қайталау деп аталады. Қайталаңыз, повторение, мать учения дейді ғой. Бұл актерлық әлемнен бөлек өмірде де сізге керек болады, балаңызға да керек болады. Қайталасын. Все. Менің айтарым осы. Қалай? Күшті ма? Маған жазылып кетуді ұмытпа.